Маңғыстауда машина жасау және IT салада білікті кадрлерге сұраныс жоғары. Мәселені шешу мақсатында өндіріс орындары арнаулы орта оқу орындарымен әріптестік байланысты күшейтуді қолға алған. Мақсат колледжде білім алушыларды тәжірибеден өтуге шақыру. Оқуды бітірген соң сол жерге жұмысқа алынады. Мәселен, Маңғыстау жоғары политехникалық колледжін биыл 425 студент аяқтайды. Түлектердің 75% жергілікті кәсіпорындарға барады деп күтіледі. Қазір олардың алды болашақ жұмыс орнынан анықтама ала бастаған. Бұл туралы Ақтауда өткен форсайт сессияда айтылды. Аталған шара биыл өңірде екінші рет ұйымдастырылып отыр. Жыл сайын өзіміздің бітіруші түлектерімізге мониторинг жасалынып отырады, және осы бойынша біз бір жыл бойы есепке алып отырамыз. Қай білім алушы қандай жерлерге орналасты, немесе қандай жерлерде жүр деген. Бізде қазіргі таңда 75% көрсеткішпенен біздің білім алушыларымыз жұмысқа орналасқан дерегіміз бар. Соның ішінде өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналасуларды біз қадағалаймыз.